Намаз жайлы қазір көп айтып жатырмыз ғой жігіттер. Қызық біздің адамдар. Алла тағаладан алдағымыз келеді кейбір кезде. Намаз оқуға келген кезінде ән оқимын, мін оқимын. Сахабалар айтатын еді, ақыретімізді туырлап алайық, мынау дүниенің бір мәнісі болар деп. Біз айтып жатырмыз, осы дүниені реттейік, ақырет бір мәнісі болар. Барғаннан кейін көреміз дегендер естігенсіздер ме? Олар айтатын болған, намазымыз түгел болсыншы, дүние бір болар өзі деп. Біз айтамыз, дүниеміз түгел болсыншы, намаз одан кейін бола берер. Жұмысыңды ретте, намазың кейін бола берер. Бұл ағайындар, Алланың бізге берген міндеті еді намаз деген. Шындап келген кезде намаз не үшін десек, өзіңіз үшін, қара басыңыз үшін, біріншіден ақылыңыз бүтін болған үшін шүкіршілік ету бұл намаз. Екіншісін қараңызшы, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, намаздан кейін жасалған дұғалар қайтарылмайды. Мынау дүниедегі, ақыреттегі бүкіл проблемаларыңызды осы намаздың ішінде шешіп алар едіңіз ғой. Біз намаздан алыстағаннан кейін ешқандай проблемамыз шешіліп те жатқан жоқ та. Бір күні бір жігіт кеп, жаңағы бүйтіп сұрап жатыр да. Бір намазхан жігіт бар, жағдайы жақсы, содан қарыз ақша алып берші деп жатыр да. Біз айтып жатырмыз да, негізінде сенде намаз оқуға уақыт жоқ. Сен енді уақытың жоқ, жұмыс істеп жатсың. Ол ақымақ намаз оқып, уақытының бәрін намазбен өткізіп отыр. Ол неге сен сияқты жұмыс істеп жатқан жоқ? Бізде айтады ғой, намаз оқуға уақытым жоқ, өйткені жұмыс істеуім керек. Мен намаз оқып жатсам, бала-шағам кім асырайды деген сөз естігенсіздер ме? Енді ақылға салса қараңыз, ана келіп тұрған намаз оқымайтын жігіт, негізі мына намаз оқитын жігітке көмектесу керек еді ғой, өйткені мына ақымақ намаз оқып жатыр ғой, уақытын өткізіп. Ал ана уақытын дұрыс пайдаланып, дүниемен айналысып жатыр еді ғой. Енді сен қайта мынаған көмектессейші деймін да. Намаз, негізі ағайындар, бұл сіздің уақытыңызды алатын нәрсе емес ол. Ол сіздің уақытыңызға береке беретін нәрсе. Намазда отырып Алладан сұрайсыз, не сұрайсыз, бәрін береді Алла тағала. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, намаздан кейін жасаған дұғалар қайтарылмайды. Ал біз ол намазды кейінге қалдырып қойып жатырмыз да. Жарайды, бұл дүниеде бір нәрсе, намаз оқысаңыз да, оқымасаңыз да шешілер. Ақыретте ше. Қараңыз. Не дейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге осылай ескерткен. Шындап келген кезде 5 уақыт намаз бар, сіз қияметте қалай сұра аласыз? Намаздардан сұралған кезде, сен 5-інің 4 рағат фарызын, 4 рағат сүннетін, 2 рағат сүннетін оқыдың ба деп сұрамайды. 5 уақыт фарыз намаздарды сұрайды. Ал қалған сүннет намаздар ше десе, сіздің парыз қаза болған, қате болған парыз намаздарыңыз бар ғой, орны толмай қалған. Сол орны толмай қалған намаздарды осы сүннет намаздар орнын толтырады. Оның орнын толмай жатса ше, нәпіл намаздар сол сіздің парызыңыздың орнын толтырып тастайды. Неге десе қарасаңшы, маңыздылығын айтып жатыр. Қияметте бірінші сұралатын нәрсе намазы түгел ме екен? Егер намазы түгел болса, Алла тағала басқа істерінде жеңілдік береді дейді. Главный намазың түгел толық болсыншы дейді. Сол үшін қарасаңшы, сүннет намаздар, нәпіл намаздар бізге бергені, ертең қияметте саған парызың толмай жатқан кезінде осы нәрселер пайдасы тиеді саған дейді. Біз айтамыз, бүгін қияметті қой бер, осы жақты бір нәрсе қылайық, осы дүниені бір нәрсе қылайық, ана жақты бір нәрсе, бір мәнісі болар. Бір күні бір жігіт кіреді мешітке, жоғалтқан, зат жоғалтқанда, мен мынандай затымды көрдіңдер ма? Ешкім үндемейді. Бір кезде сөзі өзгеріп айтады. Кім алды оны? Өйткені осы жерде жоғалтты ол. Кім алды, кім ұрлады деп. Сонда Хасан әл-Басри болу керек. Жаңағы жігітті өзіне шақырады, отырғызады, деміңді бас дейді. Кейін айтады, бір жоғалған затыңа қандай уайым, не деген адамдармен ұрсуға дайынсың. Бір ұрланған затың үшін қандай уайым. Бірақ күніне шайтан лағынеті сенен 5 уақыт намазыңды ұрлап жатыр, уайымдамайсың дейді. Шайтан лағынеті сенен күніне қанша мәрте иманыңды ұрлауға әрекет жасайды. Бірақ сен оған ренжімейсің дейді. Уайымдап, кәдімгідей, менің намаздарым не болды? Деген жоқ. Өзіңіз айтыңыз, қандай құлсыз сіз? Намаз бұл Аллаға шүкіршілік ету үшін басыңды иетін амалдардан. Ал сіз айтасыз, 60-тан кейін. Қандай құлсыз? Айтыңыз. Шынымен жігіттер, бұлай сыртта біз реклама айта береміз, ой мен. Ішіңізде білесіз ғой, өзіңізге өзіңіз жауап беріңіз, мұсылмансыз ба?
қандай мұсылмансыз? Аллаға бой ұсынасыз ба? Қай жерде бой ұсынасыз? Арамында ма, адалында ма? Қай жерде бой ұсынасыз?